Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай өте керемет болып шығатын дәмді жұмсақ пиццаның рецептін көрсететін боламын. Ол үшін бізге бір кесе жылы сүт қажет болады. Мында 100 грамм ертілген сары май, бір жұмыртқа, осы массаны жақсылап араластырамыз. Мына жерде менде 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық қант және де жарты қасық тұз. Жақсылап араластырып шығамыз. Кейін ұн қосатын боламыз. Ұнды мен описанияда 450 грамм деп жазып кетемін. Бірақ сіздер аз-аздан салып отырып, жұмсақ қамыр иленіздер. Себебі әр ұн сұйықтықты әр қалай алады. Бізде қатты қамыр шықпау керек, жұмсақ қамыр шығу керек. Сондықтан ұнды аз-аздан салып, өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Міне менде осындай қамыр шықты. Өте жұмсақ. Қамырымыз жұмсақ болса, пиццамыз піскен кезде де өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Начинкасына кірісеміз. Начинка менде 2 түрлі. Біреуі помидормен, екіншісі колбасамен. Тестамыз көтерілді, міне 30 минутта. Тестамызды 2 бөлікке бөлеміз. Бұл қамырдан 2 пицца шығады. Сырымызды дайындаймыз. Мен пиццаға әрдайым 2 түрлі сыр қолданамын. Мына жерде менде сметанковый сыры және де сулугуни сыры. Сулугуни сырының орнына моцарелла сырын қолдансаңыздар да болады. Осы сырды араластырамыз. Осылай 2 түрлі сыр қолдансаңыздар өте дәмді болып шығады. Ұнымызды себеміз. Қамырымызды жаятын боламыз. Алдымен қолмен осылай басып жайып шықсаңыздар болады. Кейіннен оқтамен жайсаңыздар болады. Қамырымыз өте жұмсақ, жайғанға ыңғайлы. Қалыңдығы шамамен 1 сантиметр. Қатты жұқа да емес, қатты қалың да емес, орташа. Кейіннен осылай кетчуп жайып шығамыз. Майонез араластырып жақсаңыздар да болады. Мен тек кетчуп қолданамын. Сырымызды сеуіп, начинкамызды салып, 200 градуста қызып тұрған духовкаға жібереміз. Міне осындай өте дәмді болып пиццамыз шығады. Өте жұмсақ, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Ас болсын.